37-ші сабақ екі таңбалы сандарды разрядтан аттамай жазбаша қосу және азайту. Сен екі таңбалы сандарды разрядтан аттамай баған түрінде қосуды және азайтуды үйренеміз. Бүгінгі сабақта қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір деп жатыр. Яғни 34 қосу 23. Бізде бұл жерде 34 қосу 23 тең. Жақшамызды ашамыз. Жақшаның ішіне 34 санының 30 бізде ол ондық, 4 ол бірлік, яғни 30 қосу 4. Жақшамызды жабамыз, оған қосамыз. 20 қосу 3, яғни 20 ондық қосылған 3 бірлік. Жақшамызды жабамыз, тең 30 бірлік ондығымызға қосамыз. 20 ондықты жақшамызды жауып, ондықтарды есептеп алдық. Енді жақшамызды ашып, тек бірліктерді жазамыз. 4 бірлік қосу 3 бірлігімізді енді тең. 20 ондық пен 30 бірлікті қосамыз, 50 болады. 50 ондық пен қосамыз, оған 7 бірлікті, яғни тең болады 37. Ал екінші есебімізде 57 алынған 23, яғни 57 алу 23 тең. Бізде 50 ол ондық, қосамыз 7 бірлік. Жақшамыздың ішіне жазып аламыз ең алдымен, одан азайтамыз. Жақшамызды ашып, 20 бірлік, ондық қосамыз 3 бірлікті. Жақшамызды жабамыз, одан кейін жақшаның ішіне тек қана ондықтарды жазамыз. Яғни ондық бізде 50 алу, 50 ондық және 20 ондық. Азайту. Жақшамызды жабып, одан кейін қосу амалын қойып, 7 бірліктен аламыз 3 бірліктерді. Тең болады. Енді жақшаның ішіндегі 50 ондықтан аламыз 20 ондықты. Тең 30, оған қосамыз 4-ті, тең 34 болады. Бұл неке бірінші есебіміз осындай болып жазылып шықты бізде. Осындай болып шығады жауабы. Екінші тапсырмада сандарды баған түрінде қосудың қалай орындалғанын түсіндір дейді. Яғни біз баған түрінде шығарып көреміз. Мына жерде бірінші жерге бізге 3-міз жазулы тұр. Яғни 3 ол бізде ондық, ал мынау 4 ол бізде бірлік. Яғни біз ең алдымен бірліктерді қосып шығамыз. 4 бірлік қосу 3 бірлік тең болады 7. Одан кейін ондықтарды қосамыз. Ондықтар ол бізде 3 қосу 2 тең болады 5, 57. Ал екінші жерде баған түрінде осылай болып есептеледі. 34 қосу 23, яғни бірінші ондықтарды бірліктерді қосамыз. 4 қосу 3, 7 болады. Одан кейін барып, мына жерде 3 қосылған 2, яғни 5, 57 болады. Тағы бұл жерде айтып кететін нәрсе, біз бірліктердің астына жазуымыз керек мына жерде, ал ондықтардың астына жазуымыз керек. Бұл есебіміздің жауабы осындай болады. Баған түрінде қосқан кезде 34 қосу 23, яғни 4 бірлікке қосамыз 3 бірлікті 7, 3 ондыққа қосамыз 2 ондықты 57 болады. Енді өлшем бірліктерімен 34 см қосу 23 см, яғни 4 см қосу 3 см болады 7 см, 30 см қосу 20 см болады 57 см. Ал енді үшінші мысалда мысалдарды баған түрінде жазып шығар дейді. Яғни біз осы есепті баған түрінде шығаруымыз керек. Ол былай болады. Яғни 52 қосу 16, яғни бірліктердің астына, ондықтардың астына жазамыз. Яғни бұл жерде 52 бірлік пен 6 бірлікті қоссақ 8 болады. 5 ондық пен 1 ондықты қоссақ 68 болады. Бірліктердің астына жазамыз, ондықтардың астына жазамыз. Өлшем бірліктердің астына жазамыз. Ал мына жерде төртінші тапсырмада сендерге сандарды баған түрінде азайтудың қалай орындалғанын түсіндір деп жатыр. Яғни сендерге бұл жерде де баған түрінде есептеуді үйретіп жатыр. Яғни ондықтардың астына, бірліктердің астына жазамыз. Яғни 7 қосу 3 ол бірлік, алу, то есть 7 алу 3, 4 болады. 5 алынған 2, яғни 34. Ол есептің орындалуы қазір мынандай болып келеді.
Яғни төртінші тапсырмада мына баған түрінде шығар деген, біріншісінде азайту 57 алынған 23, яғни бірліктерді бірліктердің астына, ондықтарды ондықтардың астына шығарып азайттық. Яғни 57 дециметр алынған 23 дециметр тең болады 34 дециметр. Ал мына жерде 5-ші мысалда мысалдарды баған түрінде жазып шығар дейді. 5-ші мысалда қазір баған түрінде былай шығарылады. Яғни ондықтарды ондықтардың астына, бірліктерді бірліктердің астына жазамыз. 56 алынған 24, яғни 6 бірлік алынған 4 бірлік тең болады 2, 5 ондық алынған 2 ондық тең болады 3, яғни 32 болады. Ал мына жерде 85 алынған 32, яғни бірліктерді бірліктердің астына, ондықтарды ондықтардың астына жазамыз бұл жерде де. 85 алынған 32, 53 болады. Енді өлшем бірліктері арқылы есептегенде 69 дециметр алынған 27 дециметр тең болады 42 дециметр. 6-шы тапсырмада күзгі демалыста мектебімізден 32 бала мұражайға, ал 11 бала циркке барды. Мұражай мен циркке барлығы неше бала барды? Мұражайға 32 бала барды, ал циркке 11 бала барды. Жалпы қанша бала барды? Яғни бізге бұларды бір-біріне қосу керек. Яғни біз 32 бала мен 11 баланы қосамыз. Мұражай мен циркке барлығы 43 бала барды. Яғни 32 мен 11-ді қосқанда бізде 43 бала болды. 7-ші тапсырмада мысалдарды баған түрінде жазып шығар. 7-ші тапсырмада баған түрінде шығарылғанда осындай болып келеді. 75 алынған 33 42 болады, 24 алынған 35 қосылған 35 59 болады, 83 қосу 16 99 болады, 76 алынған 52 24 болады, 45 килограмм өлшем бірліктермен есептелгенде осылай болады. 45 алынған 34 килограмм 11 килограмм болады, 83 метр қосу 16 метр 99 метр болады. 8-ші тапсырмада 1, 9, 6 және 3 цифрларын пайдаланып, ең үлкен және ең кіші екі таңбалы сандар жаз. Осы екі санның айырмасының мәнін баған түрінде жазып есепте дейді. Ал бұл 8-ші тапсырмамыздың жауабы осылай. Ең үлкен екі таңбалы сан бізде 9 пен 6, ал ең кіші екі таңбалы сан бізде 13. 96 алынған 13 тең болады 83.